тақырыбымыз етістікті қайталау. Етістік дегеніміз не балалар? Кім біледі? Айта берейік. Не екен заттың қимылы? Өте тамаша. Отыра қой. Енді етістіктің сұрақтарын сұрайық. Ұлжан, Еркеназ, Ұлжаннан кейін Еркеназ айтады, жылдам. Өте тамаша. Еркеназ, мысал келтіре аламыз ба? Қоңырау соғылды. Етістігі қайсысы? Соғылды. Не істеді? Өте тамаша. Соғылды. Не істеді? Оқушылар оқыды. Аяру. Иә. Етістігіміз оқыды. Сұрақ. Не істеді? Не істеді? Оқыды. Кімдер оқыды? Оқушылар. Оқушылар. Балалар, дара етістік дегеніміз не? Етістік дегеніміз бір сөзбен тұратын, мысалы ұшады, келді, қонды. Өте жақсы. Мысалы мәжет соғылды, оқыды, жүгірді, жылтырады, ұшты, барлығы дара етістік. Енді күрделі етістікті кім біледі балалар? Күрделі етістік дегенде екі сөзден құралады. Мысалы жүгіріп келе жатыр, ойыншы жақсы, өте. Оқу әдісі түстер мәтіні. Ал бастаймыз. Yetiştik ki